Ақмола ассамблеясы тарихындағы 30 толға жобасына бүгін бізге біздің Ардақ Қайыржанова қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Сіз көп жылдан бері осы Ақмола ассамблеясының мүшесісіз, ғылыми сараптамалық топтың жетекшісі. Енді мен сізге бір екі-үш сұрақ қояйын деп, сол бірінші сұрағым осы Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясы жанындағы ғылыми сараптау тобының атқарған жұмыс туралы сол кездегі айтып берсеңіз, өткен шақтағы бүгінгі күндегі деген жұмыстар жайлы. Биыл 2025 жылы Қазақстан халқы ассамблеясына 30 жыл толады. Енді өзінің ерекше сондай тарихы бар ассамблеяның. Енді біздің облыстық сол ассамблеяның тарихында ерекше сондай орын алатын ол ғылыми сараптамалық тобының қызметі. Осы ғылыми сараптамалық тобын негізін қалаған 2009 жылы, бірақ мен кейін сол жұмысты атқарып, осы топтың 2017-2022 жылдары осы топтың төрағасы болғанда. Мен атқарған уақытында қысқаша айтсам, онда ең бірінші біз мақсат қойғанбыз ассамблеяның ғылыми тұрғыдан өзінің ұсыныстарын беру, мысалы ғалымдардың, және ол ұсыныстарды біздің басшыларға, облыс басшыларына, секретариатқа жеткізіп, және оны практикада өзіміздің облыста этносаралық қатынастарда енгізу. Ғылыми сараптамалық топ әртүрлі университеттердің өкілдерімен құрғанда, онда ірі ғалымдар, тарихшылар, политологтар, социологтар, филологтар құрамына кіргенде, біз сол ғылыми сараптау тобында әртүрлі іс-шараларды өткізгенбізді, әртүрлі конкурс жариялағанбызды ғылыми жобаларының. Мысалы, мен қазақстандықпен деген жобаны біз ең бірінші университеттің қабырғасында бастағанбызды пилотный жоба ретінде. Кейін сосын осы біздің облыстық ассамблеяның негізінде қалаға, облысқа жария етіп, сондай бір конкурс өткізіп, қазіргі күнге де сол конкурстарды жалғастырып келе жатыр. Сол конкурсқа мысалы студенттер қатысады, мектеп балалар да қатысады, одан әртүрлі видеороликтер жасайды, эссе жазады. Негізінде ол енді жастар қатысады осы жобаға. Ал енді ірі жұмыстарға осы біздің ғылыми сараптамалық тобына тоқталсақ, ол ғылыми жоба. Біз 2022 жылы білім және ғылым министрлігінің жариялаған конкурсына қатысып, сонда бір ғылыми грантты ұтып алдық. Ол гранттың атауы Ақмола облысы этносаралық ерекшеліктері деген сондай жоба. Ол жобаны қазір әлі жалғастырып келе жатырмыз. Сол жобаның аяғында біз монографияны жазып, Алла қаласа, биыл 25 жылы аяқтаймыз да, сосын негізінде біз кәдімгідей үлкен ірі сондай презентация жасап, елімізге ең бірінші осы Ақмола облысы тұрғындарына сол презентация жасаймыз. Онда әр районның біздің Ақмола облысында зерттеу жүргізіп, этносаралық қандай өзгерістер болып отыр, қандай жағдай болып жатқан, соны саралап, біз өзіміздің ұсыныстарды сонда жазғызып бергенбізді. Оны ары қарай секретариат Ақмола облыстық ассамблея өзінің жұмысына алғанда. Сонда қысқаша айтқанда біз үлесіміз сондай қосқанбызды. Этносаралық жағдайға қатысты ғылыми сараптама сонда беру деген ұсыныс беру негізгі мақсаты. Рахмет. Осы ғылыми сараптамалық тобының жанында биыл сіздер жас ғалымдар тобын құрдыңыздар. Сол туралы берсеңіз. Жақсы, сондай жастар ғалымдар деген клубы ашылды. Өте жаңа сондай жоба. Жаңа олар жұмысын басталып келе жатыр. Енді оның негізгі мақсаты қазір мысалы ғылымда жастар көп келе жатыр, көп қатысып жатыр. Қазір жас ғалымдар өзінің сондай жобалармен, диссертациямен айналысып, өзінің үлесін солар қосып, және олардың саны көбейіп жатыр.
енді республика жайында айтып отқан. Ал біздің облысқа қатысты бізде де университеттерде жас ғалымдардың саны мол. Олар да талпынып солай әртүрлі жобаларға қатысады. Сондықтан сонда міне идея пайда болды. Неге біздің Ақмола облыстық ассамблеяның жанында сондай жас ғалымдар клубын ашпақ. Ол идеяны қолдады. Жақында сол жас клуб өз жұмысын бастады. Енді оның мақсаты үлкен тәжірибе, әртүрлі ұйымдар бар. Солардың бастарын біріктіріп, олардан кеңес алып, жас ғалымдар өзінің пікірлерін, өзінің ұсыныстарын, өзінің жобаларын ары қарай ұсынып, Ақмола ассамблеяға сондай негізі мақсат. Оның енді жастар ғалымдарының клубының төрағасы жас ғалым, докторант, өзі сарапшы Ризат Елубаев. Оның мен бірге тағы да жас ғалымдарға кіретіндер магистранттар, докторанттар, жас ғалымдар. Мен ойлаймын, оларды өздерінің жобаларын ары қарай ассамблеяның біздің облыстық ұсынып, сондай жеке сондай ұсыныстар, мүмкін жақсы идеялар береді деп солай үміттенеміз. Жаңа сөзіңіздің басында өзіңіз айтып өттіңіз, ғылыми монография дайындап отырмыз, зерттеулеріміз бар деп. Осы этнос аралық қатынасқа байланысты басқа да қандай ғылыми еңбектеріңіз бар өзіңіздің? Сол туралы айтып берсеңіз. Жақсы, енді ғылыми тобын басқару деген ол өзіміздің ғылыми қызығушылықпен байланысты ғой. Енді өзім мамандығым тарихшы, тарихи мақалалар, монографиялар, кітаптар бар. Негізінде 30 жылдай қызмет жасап жатырмыз. Басынан бастап айттым, біз негізінде ғылыми тұрғыда барлық зерттеулерді жасау керекпіз. Сондықтан мен және менімен бірге әріптестер ғылыми мақалалар дайындағанбыз да, жариялаған этносаралық қатынастарға байланысты, Қазақстанға байланысты, Ақмола облысына байланысты. Мысалы біз 2017-2019 жылда Анна Ивановна Свинарчук әріптесімізбен бірге монография шығарғанбыз да, осы Ақмола облысы қатысты этносаралық қатынастар жөнінде. Онда да біз әлеуметтік зерттеулер жүргізгенбіз да, сол уақытқа маңызды сондай монография шығарғанбыз да. Бірақ міне уже бірнеше жыл өтіп кетті. Ал жаңадан сондай цифрлар, аналитика, статистика керек. Және басында мен айтып кеттім, ғылыми жоба бізде деп сондай 2022 жылы толып алған. Соның қорытындысы ғылыми монография болады.